боламыз. Кәне келе қойыңдар. Осы жерден мынаған бір саусақтарды алып, топқа бөлінесіңдер. Сіздерге алдарыңызға әр топқа аудан мен периметр топқа өз аттарын, топтың атын қорғау үшін сендерге тапсырма бердім. Аудан тобына ауданға байланысты тапсырмалар және периметр тобына периметрге байланысты тапсырмалар берілді. Бұл алдыңғы білімді қамту үшін, алдыңғы білімімізді есімізге түсіріп алайық. Кәнеке алдарымыздағы тапсырманы орындаймыз. Кәне бастаймыз. Бұл жерде аудан сіздерде қандай тапсырма берілген? Несін табу керек? Ауданын табу керекпіз, ең бірінші ауданның несін табу аламыз? Üç köbüğü 9. Sonra köbüğümüz 9. Kilometre sama perimetre. Ал кәнеки балалар, бүгінгі алдыңғы білімімізді қамту үшін периметр және ауданын таптық берілген тапсырмалар бойынша кәнеки маған қорғап бере қойыңдар. Бізге берілген 7 сантиметрлік шаршы болатын. Біз бірінші формуласын шығарып алдық. Одан соң 7 сантиметр мен 7 сантиметрді көбейтіп 49 сантиметр квадрат ауданы шығарды. Жарайсыңдар. Кәнеки. Бізге берілгені тіктөртбұрыш. Бұның ені 3 сантиметр, ал ұзындығы 9 сантиметр. Бұны біз ені мен ұзындығын көбейтіп 27 сантиметр ғып шығардық. Солай ауданын таптық, тіктөртбұрыштың. Кәне келесі. Бізге берілгені 3 бұрыш. Біз барлық қабырғаларын қосып периметрін таптық. Тамаша. Бізге берілгені тіктөртбұрыш. Оның ұзындығы 2 сантиметр, ал ені 7 сантиметр. Біз бұны периметрін табу үшін 2 жолмен шығардық. Біріншісінде барлық қабырғасын қостық, ал екіншісінде
жақсы арқылы периметрін таптық. Ой, тамаша. Барлық оқушылар жақсы алдыңғы білімді жақсы орындаған екен. Керемет оқушылар. Балалар, біз алдыңғы білімімізді қамтып алдық. Енді бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділік. Шамалар оқу мақсатымен таныстырып өтейін. Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді талдау және шығару. Балалар, біз бүгін бағасы, құны, саны, біз бір заттың құнын табу үшін бағасы менен оның санын көбейтеміз. Сол кезде ол заттың құны шығады. Ал бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Енді балалар, санын табу үшін құнын бағасына бөлетін боламыз. Оқулықтағы ең бірінші тапсырмаға мұқият қарайық, балалар. Бұл жерде оқулықтағы барлығымыз ашып отырмыз ба? Бағасы 9 теңге, саны 3 теңге, құнын табамыз. Қане, балалар, бағасы 9 теңге, саны 3 теңге, оның құны қанша болады? 27. Оны қалай білдік? Құнын білу үшін қандай ережеге сүйендік? Бағасын санына көбейттің. Енді қараңдар, балалар, бүгінгі тапсырманы жаңа сабақты бастамас бұрын мен сендерді бағалаумен таныстырып өтсем. Бағалаумен таныстыратын болсам, алдарындағы себет бар. Сол себетке егер жақсы керемет жауап берген оқушыларды қызыл алма, өте жақсы алмамен бағалаймын. Және де жақсы жауап бергендерді сары алмұртпен бағалаймын. Және орташа жауап берген оқушыларға онда 40 қабат беріледі. Және сабақтың соңында бізде рефлексия, шар рефлексиясы арқылы сабақтың соңында кері байланыс жүреді. Өздерің білесіңдер, әдеттегідей ол кері байланысымыз шар рефлексиясы. Тамаша жауап берген оқушылар шарды ең жоғары жағына жапсырады. Сабақты жақсы түсінген оқушылар ортасына, егер тағы да сұрағым бар, немесе түсінбедім дейтін болсаңдар, шардың төменгі жағына қолдарыңа берілген шарды жапсырсаңдар болады. Ал керемет, енді балалар бірінші тапсырманы орындаса оқулықтағы, ол үшін сендерге мынандай оқулықтың суретін беремін. Және де осындай карточкалар арқылы біз тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде бүгінгі өткен сабағымызға байланысты құнын, бағасын, санын білуге арналған тапсырмалар. Ол тапсырмаларды орындап, әр топ өзінің осы жерге жапсырып отырады. Қанеки. Бұл жұптық жұмыс болады сендерге. Жоғары жағына жазылғандай бағасы, құны және бармас екеуінде? Қане, балалар, бұл жерде қарап отырсаңдар, бос жер бар, бос жерге біз бағасын, құнын сұраған жерге құнын жазамыз мұқиятында балалар. Және санын сұраған жерге, бос жерге санын жазамыз. Және бағасын сұраған жерге біз бағасын жазуымыз керек. Бос жер тастап кеткен болатынбыз, сол тапсырманы қанекей орындаймыз. Ручкамен орындайды.
Жарайсыңдар. Қанекей балалар. Өте жақсы балалар, мінекей аудан тобы біткен екен, қан периметр тобы болды ма екен? Бізде ақылды кітапша шықты, иә? Көрдіңдер ма? Қандай әдемі ақылды кітапша. Қазір бұны аудан тобы, периметр тобы тексереді. Жаным, қалай жақсы дұрыс орындаған ба? Демек мен оларға өте жақсы деген бағалау беремін, иә? Бағалауды сыныпқа бересің, ол кіребек. Мінекей балалар, себетімізді қаншалықты толтырған болсақ, барлық оқушы өте жақсы деген бағалау алды. Қанекей? Жарайсыңдар. Сендердің жұмыстарыңызды бізде аудан тобы тексеріп шығамыз. Аудан тобы тексереді. Дұрыс па? Қателескен жер бар ма? Жоқ, барлығы дұрыс орындаған екен, иә? Өте жақсы, бұларға да себетіміз толтырамыз, кәне? Балалар, енді екінші тапсырманы, оқулықтар тапсырманы тақтамен жұмыс орындаймыз. Бұл жерде құнын табу керекпіз. Екі топтың топбасшылары келіп, екінші тапсырманы бірге жарысады. Қай топбасшы жақсы, тезірек, жылдамдықпен орындайды екен. Кім жылдам ойыны әдісі арқылы? Келе қойыңдар. Сымбат, Жаннұр, келе қой. Оқулықтарды алып шығамыз. Екінші тапсырманың бірінші қатарын Сымбат орындайды, екінші қатарын Жаннұр орындайды. 1, 2, 3 басталды. Қалған оқушыларымыз осы есепті орнымызда отырып орындаймыз. Кәне бастаймыз.
кәне Сымбат. Аудан тобының оқушысы Сымбат бірінші болған екен. Кәне кім тексеріп шығады? Периметр тобынан Айзере тексере ғой. Дұрыс, я? Демек, сен бірінші болғаның үшін 2 өте жақсы деген бағалау беремін. Шығара ғой. Келесі. Балалар, бүгінгі сабақта сергіту сәтін барлығымыз бірге орындасақ, және өздерің көріп тұрғандай адасқан саңырауқұлақтарды көріп тұрмыз, я тақтадан. Сол саңырауқұлақтарды біріктіру үшін бізге оқушылар керек болады. Кәнекей, кім саңырауқұлақтарды сұрағы мен жауабын бір-біріне сәйкестендіреді? Суреттер сөйлейді әдісі бойынша тапсырма құрастырып алып келдім. 2 топқа осы суреттерге қарап біз бүгінгі сабаққа байланысты құнын, бағасын, санын тауып тапсырмаларды орындаймыз. Жарай ма? Аудан тобына барлығымыз ақылдасып топтық жұмыс орындаймыз. Периметр тобына
164. Қалғаны 164. Бағасы 6 теңге. Қалды сұрақ белгісі шарды 200 азайтамыз 6 теңге 166 теңге. Аудан тобы, периметр тобы тапсырманы орындап болдық па? Кәне болған оқушылар келіп тақтаға шығып қорғайтын болады. Топтан 2 оқушыдан шықса болады. Келе ғой. Бірінші аудан тобын тыңдаймыз барлығымыз бірге. Болғаны 200 теңге, саны 6 теңге, бағасы 6 теңге, қалды белгісіз. Шешуі 200 алу, 6 көбейту 6 тең 164 теңге. Жауабы қалды 164 теңге. Жарайсыңдар, өте жақсы. Тәне? Барлығы 500 теңге, саны 4, бағасы 7, қалғаны сұрақ белгісі. Шешуінде 500, азайту 7 жердегі 4-тің 28, 500-ден 28 алдық 472, жауабына қалды 472. Ой, тамаша, керемет, 2 топта жақсы тапсырманы орындаған екен, я? Міне бүгінгі біздің оқу мақсатына сай тапсырмаларды жақсы керемет өз деңгейінде орындап жатыр, балалар? Сурет бойынша да тапсырманы орындап тастады. Кәнеки бағалау береніңді өте жақсы деген. Мінеки балалар өте жақсы деген бағалаумен бағалау берен. Кәнеки балалар, бүгін біз адалдық дүкені бойынша сауда жасаймыз, сауда жасау ойынын ойнаймыз. Және де өздерің көріп тұрғандай қайырымдылық себеті бар, қасында. Ол қайырымдылық себетіне қайтарылған ақшаларды салып кетсеңдер болады. Кәнеки, Алижан келе ғой. Мен саған 500 теңге беремін. Осыған ешқандай қайтарымсыз сауда жасайсың. Жарай ма? Ол үшін не істейсің? 300 теңге орталан, 10 альбин орталан. 10 шығар екен, сандап көрші? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кәне соның есебін шығара ғой, осында. Әдемі жасамыз. Он 15-ті 10-ға көбейткен кезде қанша шықты? 150. 150, оны 350 торттың ақшасына қостық, я? Өте жақсы. Жақсы сауда жасайды екенсің. Келе ғой, Асылхан. Саған 500 теңге берейін. Не сатып алар едің осы жерде? Айран сатып аламын, ал 150 теңгесіне қайырымдылық себетіне саламын.
Өте жақсы. Өте жақсы. Қане осының есебін маған шығарып бере ғой. Теңгесін не істедік, Асылхан? Қайырымдылық себебіне салып бердік. Тамаша. Айзере келе ғой. Айзере, сенің қолында 200 теңге бар. Сен оған не сатып алар едің? Мен бір татты сатып алар едім. Ал қалған 50 теңгемді қайырымдылық себебіне жарайды. Сала ғой. Өте жақсы. Осының есебін шығарып бере ғой енді маған. $200 теңге болды. Қолында. Нан сатып алдым. $200-ден 150-ді азайтқанда қанша қалады? Қане? Кім айтады? 50. Міне Айзере, саған орташа деген бағалауды беремін. Келе ғой Жандыр. Сенің қолында 55 теңге бар. Сен оны не істейсің? Мен 50 теңгесіне бір алма аламын. 5 теңгені қайырымдылық себебіне саламын. Жарайды, сала ғой. Осының есебін қазір шығарып береміз, а? Теңгесінің қайырымдылық себебіне шығардық, иә? Енді қайырымдылық туралы қандай мақал-мәтел білесің? Қандай сөздер білесің? Қане, кім айтады балалар? Кім айтады? Айта ғой. Қайырымдылық айта ғой. Үлкен кісілерге жолда көтеріп келе жатқанын көмектесу керек. Ол да қайырымдылыққа жатады. Мінекей балалар, қайырымдылық, қайырлы іс деген мақал бар екен. Енді маған бір оқушы шығып отыра ғой. Жарайсың, өте жақсы. Сымбат келе ғой. Осы жердегі адам денсаулығына зиянды және пайдалы тағамдар бар ма? Маған айтып түсіндіріп бере аласың ба? Бар. Қайсы зиянды тағамдар деп білесің? Кола, тәтті, торт. Өте жақсы. Ал пайдалы тағамдар қайсы деп білесің? Айран, Және жемістер, иә? Тамаша. Керемет. Егер де сен сауда жасайтын болсаң, қандай тағамдарды алуға көбірек әрекет жасайсың? Пайдалы? Әлде зиянды? Пайдалы тағамдарды, иә? Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Мінекей. Тамаша. Кәнекей балалар, үйге тапсырманы жазып алыңдар. Күнделіктеріңді ашып, оқулықтағы 62-ші беттегі 6-шы тапсырманы орындап келеміз. Сабақты қорытындылауға келді. Кәне аудан тобында қанша алма болды, қызыл алмадан, алмұрттан қанша, және қырыққабаттан қанша екен санап жіберіңдер. Кәне сендер де санап жіберіңдер периметрді. қызыл алмалар 10. Қызыл алмалар 10. Сары алмалар 2. 2. Қырыққабаттан 2 екен, иә? Өте жақсы. Сендерде қанша болды?
алма 12, алмұрт біреу, қырыққабат біреу. Өте жақсы. Демек, бүгінгі сабақта аудан тобы жақсы белсенді қатысқан екен, я? Балалар. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта не түсіндік, не білдік, кері байланыс береміз. Бүгін мен білдім, Құнның бағасы мен санына көбейтуді. Нені табу үшін? Құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтуді білдік, я? Бүгін мен білдім, бағасын бөлу үшін құнның санына Бөлу керектігін. Өте жақсы. Сымбат, сен не білдің? Қайырымдылық жасауға болатынын білдік, я? Келесі топта, периметр топта бүгін Азере? Бүгін мен білдім, құнын табу үшін бағасы мен санын Көбейту керектігін білдік, я? Бүгін мен білдім, қайырымдылық жасауды білдім. Қайырымдылық жасауды. Князь Ахмет Мен бүгін білдім, адалдық жасауды. Адалдық дүкенің бар екен, я? Енді балалар, сабақтыққа кері байланыс бізде шар рефлексиясы арқылы сендер бағана таныстырып өткендей жақсы өздеріңе ұнаған болса, сабақ қызықты болған болса, жоғары жағына, егер ұнамаған болса, шардың төменгі жағына жапсырсаңдар болады. Бірінші периметр тобы келе қойсын. Не үшін жоғары жағына? Өйткені маған сабақ қызықты болды. Қызықты болды. Келе ғой. Келе ғой. Кел. Периметр тобы барлығымыз келе береміз. Кел.